Көк тайынша, Оралхан Бөкей. Әңгіме. Мен бүгін ауылдан хат алдым. Тасқа басылғандай әп-әдемі тізілген жазу. Бұл хатта қарындасым Мәнсия жазғанын айнытпай танытып тұр еді. Ел-жұрт, ауыл-аймақ, ота-тайлақтың амандығын айта келіп, үстіміздегі жылы аудан бойынша өсек-аяңның тым ораш болып, керісінше өлім-жітімнің көбейіп кеткенін, көрші ауылда 10-шы класста оқитын қыз баланың күйеуге тиіп, оқу ісінің меңгерушісі орнынан алынып, ал мектеп директорының өскенін ғана сөз арасында айтып өтіпті. Ең соңғы жаңалық депті үшбу хатының аяғында. Біздің үйдің теріскедей көк тайыншасын ұзақ тауының бауырында ұрлап, сойып әкеткен. Тек терісі, 4 сирағы, көзі алайған басы ғана қалған. Малашуа, жанашуы деген ғой. Әке-шешеміз қатты қапаланып, қайғырғаны болуға керек, 3 күн сүт қатпай қара шай ішіпті. Амал не? Милицияға хабарлаған, әлі хабар жоқ. Көк тайыншаның орны бөлек еді-ау. Қорамыздың бір бұрышы үңірейіп қалғандай болды. Енесі көк сиырда ұдайы 3 күн мөңіреп жоқтаған екен. Есесіне ағайындар ойран-асыр, әлемдегі ең бір сүтті, қысы-жазы сауа беретін, тусын-тумасын жылдым болар деп үміт күтіп, болашағына сенім артып отырған данышпан тайыншаның айдың күннің аманында қолды болуы әрине жандарын жай таптырған. Ағымнан жарылсам, осы суық хабарды естіген соң көңілім жүдеп, жұмысқа бармай қалдым. 2 құлағым шыңылдап, басым айналып, көзім қарауытқандай болған соң дәрігерге барып едім. Жүйкең жұқарған, бір нәрсені қатты уайымдағансыз дем алу керек деп шығарып салды. Жазғы демалыста ауылға барғанымда әлгі қолды болған көк тайыншаны алғаш рет көріп, қайран қалып едім. Қайран қалған себебім, соңғы жылдары біздің үйдің сиырлары әлде бұқадан, әлде ауа райының күрт өзгеруінен, себебін кім білсін, әйтеуір шыбыштанып ұсақтап бара жатқан. Ірі қара тұқымның осыншалық азуы, әсіресе шешемнің жайын жегідей жейтін. Орыстардан ақбас қызыл сиыр сатып алайық деп, ертеден қара кешке дейін әкемнің құлағына маза бермеуші еді. Расында да, желіні жер сызып, маң-маң басып, не берсең соны жей беретін, маңызды оттайтын, маңқайып күйсейтін асыл тұқымды текті сиырлар бұл ауылдың асыл арманына айналған. Ал мен жазда көрген көк тайыншаның жөні бір басқа. Керіскедей еді-ау, керіскедей. Қайдан ғана қаңғып туылғанын кім білсін, көрші қолаңның аузының суын құртатын. Әдемі-ай жарықтық. Иә, ал енді жарықтық келмеске аттаныпты. Кеше түсіме кірді. Ақбас, қызыл бұзауы бар, таудан асып барады екен деймін. Артына қарап мөңіреді де көрінбей кетті. Мәңгілікке. Уақиға былай болған екен. Біздің шал әдеттегісіндей күн шықпай тұрады. Сауын сиырларын өрістен айдап қайтуға ұзақ тауына беттейді. Қолында жүген. Кеше-кешке тұсап жіберген құла аты сиырлармен бірге жайылатын. Малын түгендейді. Көк тайыншадан өзгесі өрісте жүр екен. Құла аттың тұсауын шешіп, жайдақ мініп жер шолады. Жоқ, бір кезде өзінің ата-бабасы жайлаған таудың ұңғыл-шұңғыл, бұта қарағанын 5 саусағындай білетін ол, көк тайыншаның қарасы көрінбеген сайын күдерін үзе бастайды. Топтанып қайың өскен, сол қайыңның дәл түбінде көк тас жататын, сол көк тастың алқымынан қайнап бастау ағатын бала кезінде. Сол жерді апамның көк тасы деп атапты. Үстіне тоқым төсеп, күні бойы жүн түтіп, еріп отыратын шешесі елестейді. Енді құла аттың басын солай бұрған, өз көзіне өзі сенбеді. Көктас көк тайыншаның қанына былғанған, көз алайып, күзгі ашық аспанға тесіле қарап, кесілген бас серейіп 4 сирақ жатыр. Ұры әккі, әрі саспайтын қу болса керек, бастаудың суын ластап, ішек қарынына дейін аршып алған. Меншікті сиырын соғымға жыққандай-ақ боршалап, әдемілеп сойғаны соншалық, тіпті терісіне дейін тұздап, керіп, жайып кетіпті. Шалдың жүрегі сыздап ауырды. Малым қолды болды деп емес, атаңа нәлет ұрының басын қанына, саспай мүшелеп, боқты шегін қалдырмай, қырып-жонып әкетіп қалғанына, ит жыны ойнады. Бастаудың күзгі күні де жасаңданып жататын маңай опыр-топыр, тағалы аттың ізі түскен, соған қарағанда ұры екеу секілді. Дегенмен батырға да жан керек. Бірі сасқалақтап жүріп, қамшысын қалдырып кетіпті. Басқа көзге ұрып, куәге тартар дерек жоқ. Күн ұясына көтеріліп, етекте жайрап жатқан ауыл қыбыр-қыбыр тіршілік қамына кіріскенде, жайдақ аттың ұрының қамшысымен сипай қамшылап үйіне қайтты. Бұл шақта күздің сан алуан бояуына малынған табиғат тамылжып-ақ тұр еді. Милицияға хабарлады.
өз беттерінше әрекет жасаған жоқ. Қыркүйекте шақырған милиция қызметкері қараша біткенде келді. Бұған да шүкіршілік келмей қойса қайтер еді. Ауданынан күніне бір рет қатынайтын Сарыала автобусынан милиция формасын киген, қолтығында тері сөмкесі бар кіші лейтенант Акинков түсіп, біздің шалдың үйіне беттеді. Оның төбесі сонадайдан көрінгенде көк тайыншаның өзі келе жатқандай қуаныштары қойнына сыймаған. Самауырынға шай қойды, қазанға ет асты. Астына көрпе, шынтағына жастық төседі. Тамақ ішіп, ар жағына ел қонғанша Акинков ләм-мим деп еш нәрсе сұрамады. Жамбастай жатып, үйдің ішін шолды, көз қыдыртып жан-жағына қарады. Қолын тарақтап желкесіне салып шалқасынан жатты. Көзі ілініп кетті білем, мұрны шұр ете қалып еді, сабағы бітіп, үйге екпіндей кірген қанаттың дабыр-дұбыр оятып жіберді. «Ұйықтасаңшы, ұрын іздеймін деп шаршадың ғой», деді шешем. «Сонымен», деді Акинков, есіней сөмкесін ашып. «Сиырларыңыз қашан жоғалды?» «Осыдан 1,5 ай бұрын», деді әкем оған жақтырмаған кейіптен насыбай айнатып. Адамдардың іс-әрекеті ішіне сыймағанда бір шақша насыбайды 1 сағатта атып қоюшы еді. «Неге ерте хабарламадыңыздар?» «Хабарлағанбыз». «Да, қол тимейді, ұры көп. Аты жөніңіз?» деді әкеме тіктей қарап. «Раисов Исахан». «Сіздің фамилияңыз, апа?» Шешем әкеме. «Әйсал, айтсаңшы», деді. «Ол да Раисова». «Дұрыс. Сиырларыңыздың жасы, түсі, белгілері?» 3 жасар. Көк, құйрығы шуатылған ұзын, мүйізі әдемі, келісті біткен керіскедей. «Тұра тұрыңыз», деп әкемнің сөзін бөліп. «Керіскедей деген белгі болмайды. Кім ұрлап сойды деп ойлайсыз?» «Шырағым-ау, кімнің ұрлағанын білсем, сендерден көмек дәметіп нем бар?» «Дұрыс, іздейміз, табамыз». «Шеше, тағы бір кесе шай құйып жіберіңізші, автобустан қалып қоймай тұрғанда қайтайын. Асығыспын, жұмыс көп, ұрылар одан да көп». Қанат Акинковты иттен шығарып салды. Жарықтық күз шолтан қайырылып қыс келді. Биыл тіпті асығыс келді. Акинковтан хабар ұшар жоқ. Жаңа жыл есік қағып, жапалақ-жапалақ қар жауды. Акинковтан сыбыс білінбеді. Тек февраль айын орталап, 6 айдың қағаған суығы мал мен жанды қысып тұрған шақта ғана аппақ дүниенің арасынан Акинковтың төбесі қараңдаған. Көк тайынша тарихын өздері баяғыда ұмытып, құрысынш, от пен суға қарап отырған жоқпыз ғой. Ақсағын қойып сауын бағайық деп тәубеге келген бейбіт тіршіліктерін бұзғанына реніш білдірген. Шай қойылды, ет асылды. Акинков соғымның етін, әсіресе жылқының етін жақсы жейді екен. Құрт қосқан сорпаны сарқа ішіп, қолын сүртіп болған соң көзі ілініп қалғи бастады. Осы қанаттың жүрген жері оңбайды. Әсіресе қыста ойбайлап ашылатын, қырау тұтқан есікті жұлқа тартып кіріп келмесі бар ма? Акинков сасқалақтай атып тұрып тапаншасына жармасты. Шешем, ойбай көтек, деп бетін басып отыра қалды. Әкем шақшасын қаққылап, әй кемпір, насыбай бітіп қалыпты ғой, деп шынысы сауытты домалата салды. «Фамилияңыз, яғни аты жөніңіз?» деді есінеген Акинков қағаз қарындашынан ыңғайлап. «Раисов Исахан. Жасыңыз 63-темін. Ұлтыңыз?» «Қазақпын», әкем бұл сөзді нығыздай айтты. Милиционер енді шешеме шұқшия қарады. «Аты жөніңіз, жасыңыз, ұлтыңыз?» «Құдай-ау, әнеугүні айтып едім ғой». «Тағы да қайталаңыз». Шошып оянған соң ба, бас терісі келіспей қатаң ұстады өзін. «Раисова, жалпысы 65-те», деп кемпірінің орнына тағы да әкем жауап бере бастап еді, милиционер көнбеді. «Өзі айтсын». Шешем сасқалақтады. «Құдай-ау, қайынатамның атын қалай айтамын?» «Әй шал, тайыншамыз керіскедей аузымызды аққа жартайын деп тұрған асыл тұқымды мал еді», деп шешем зарлай жөнеліп еді, оны Акинков тоқтатып тастады. «Керіскедей деген белгі болмайды. Алғаш келгеніңде ұмытып кетіппін, шырағым. Ұрынның орнында ұмытылып қамшысы қалыпты. Міне», деп 8 өрім тобылғы сап қамшыны Акинковтың алдына тастады. Ол қамшыны ары айналдырып, бер айналдырып қарап отырды да, «Бұл ауылда не көп, қамшы көп, және бір-бірінен айнымайды», деп әкеме қайтарып берді. Бұдан соң «Іздейміз, табамыз», деді де орнынан асығыс көтерілді. Оны Қанат иттен шығарып салды. Қыс өтіп жазғы тұрымның қара қатқағы келді. Ойдағы қар жылбысқылана еріп, қалғаны тау бөктерінде күн санап көбіктене мүжіліп жатқан. Түске дейін мүйіз, түстен кейін киіз деп аталар ала-құла шақ еді. Біздің үй бір қалыпта тіршілік кешіп, біреуден кейін, біреуден ілгері күн көрісімен, ертеңгі атар таң татар дәмнен дәмелі күй кешіп жатқанда,
көк тайыншаны да, көк сөмкелі Акинковты да ұмытқалы қашан. Тәңірім, бермей-ақ қой, бірақ қолда барын ала көрме дегендей, қалғанда қанағат көңілмен көктемді қарсы алған. Міне, осындай жазғы салымның уайым қайғысыз бір тыныш күнінде алдыңғы күні туған мұқыр мүйіз қызыл сиырының уызын жеп, жайбарақат сорпа шай ішіп, оңашадан оңаша өздері ғана шүйіркелесіп отырған қоңыр кеште ағаш үйдің есігі сыңсып ашылды. Ғажабы, есік көзіндегі асасақ ала мойнақ төрт көз ит те шәудеп үрмеген. Тегі еті үйреніп қалса керек. Алғашында көршілердің бірі шығар деп алаңсыз көңілмен ешқайсысы да елемей тамақтарын іше беріп еді, еседіңсіздер ме деген дауыстан бастарын кегжең еткізіп оқыс көтерісті. Осы мезетте Акинков та дүрс-дүрс басып төрге оза берген. Сәлемін әкем ғана алды. Ал шешем болса, Құдай-ай, тағы да әкім қaf қой деп, қолындағы кесесін шаймен төңкере салып шегініп кетті. Ауданыңда не жаңалық, деді әкем арада орнаған тыныштықты бұзайын деген ойменен. Аманшылық ақсақал, көк табынша табылған жоқ па? Соны сенен сұрайын деп едік. Шешем бұл сөзді шаптық айтты. Іздейміз, табамыз. Жұмыс басты болып көпке дейін келе алмадым. Көрші ауылдарыңыздағы бір семья соғымның етін ұрлапты. Соны іздеп әрең тауып бердік. Сөйтсем, өзі жоқта үйде қалған әйелі күнде асып жей берген соң, күйеуі шөптің астына тығып тастаған екен. Әй, қазақтардан бәрі шығады. Ол оқиғаны мен де естігенмін. Етті сен емес, иті тауып алған, деді. Шешем қарап отырмай. Ас ішіп көңіл жайланған соң Акинков, ал басынан қайта бастайықшы өзі, деп қағаз қарындашын сорды. Аты жөніңіз, көк тайыншаның жасы, түр, түсі. Әкем жарықтық шыдамды адам еді ғой. Акинковты осы әзірде ғана көріп отырғандай бастан аяқ тәптіштеп шықты. Дұрыс, деді милиционер енді шешеме бұрылып. Енді сізге келейік, фамилияңыз. Қызық басталды. Бағанадан бері өз тізесін өзі тоқпақтағандай әрең отырған кемпір шорт кетті. Әй, Акинков, деді ызадан жарылардай болып. Өз тайыншамызды өзім зорлағандай бізді тергегенің не осы? Міне 7 ай болды. Әлде қашан сүйегіне қана бітіп кеткен ата-бабамыздың аруағын қозғап, фамилиямды сұрай бересің ғой. Сен келген сайын басымның сақинасы ұстайды. Көк тайыншада сен де құры. Кет өзің жынымды ұстатпай. Акинков үндеместен орнынан тұрды да есікке беттеді. Босағада тұрған қалпында сөмкесін ақтарып, әкем жазған өтініш қағазды алды. Арыздарың. Енді өзің жоғалсаң да бұл үйге келмеспін, деді шешеме. Әдірем қал. Мені Құдайдан басқа ешкім ұрлабай алмайды. Сөйтіп бұл үй милициясыз қалды. Осы күннің ертеңінде бастауыш классқа сабақ беретін әпкем Аймен ұры ұмыт қалдырған қамшыны қолына ұстап шығады. Мектепке барған соң әр классқа кіріп, кәне балалар, мына қамшыны танитындарың бар ма? Деп бас-басынан сұрайды. 3-ші классқа кіргенде мұрнын үнемі жеңімен сүртіп отыратын қарауыл. Ой, мұғалима, бұл папамның қамшысы. Былтыр жазда ағам өріп берген, деп орнынан ұшып тұра келді. 7 ай милиционер іздеген ұры 7 минутта табылады. Бірақ баяғыда ұмытылып, садақаға шалып қойған көк тайынша дауын дабыралаудың еш реті болмайтын еді. Мұрнын жеңімен сүрте беретін қарауылдың папасы бұл үйдің құдасы, сыйлас адам. Сондықтан да жабулы қазанда жабуымен қойған. Тек баласы айтып барған болу керек, құдалар жағы көпке дейін амандаспай жүрді. Жас шығып, ел жұрт шөп науқанына кіріскен шақ. Әкем де тартпасын шыңдап, көзі тірісінде әжеміз тігіп берген қара торсыққа сусынын құйып пішен оруға шыққан. Жылдағыдай емес. Биыл жаз берекелі болды. Шөп қалың, жеміс жидек көп. Күн ыстық. Мосыға шәугім іліп шай қайнатып демалып отырған. Топ қайыңның түбінен бастау алар тұма тазарқан. Көк тайыншаның ұры сойған орнын шөп басқан. Дегенмен баяғы бір көрініс. Көз алайған малдың басымен 4 сирақ көз алдына елестеп, жамбастай жатқан шалдың ойы онға, санасы санға бөлінеді. Мал ашуы жан ашуы емес пе? Оны мазалаған. Осы кезде алаңсыз оттап тұрған құла аты құлағын тікті. Тоғай арасынан салтатты шығып бері беттеген. Бұл көк тайыншаның обалына қалған құдасы еді. Ол аттан жайлап түсіп асықпай амандасты. Малдас құрған қалпы шөптің сабағын аузына салып тістелеп алысқа қарады. Жеңіл күрсінгендей болды. Құда, деді сәл қарлыққан, сәл толқыған үнмен. Сіз маған өкпелеп жүрсіз, білем. Неге өкпелейін, деді әкем насыбай айнатып. Жоқ, жасырмаңыз, өкпелеп жүрсіз. Болар іс болды. Көк тайыншаларыңызды мен ұрлаған едім. Оны өзіңіз де сезгенсіз.
Оны саған кім айтты? Екі дүниеде ризамын сізге. Біле тұра тіс жарып ешкімге айтпадыңыз. Мені мойындатып аяғыңыз ажыққан дәтіңіздің беріктігі. Басқа біреу болса ғой, қалмақ қайта шапқандай мұқым ауданға жар салар еді. Рахмет сізге. Құдайдың құдіреті, бала жастан әдетім бірдеме ұрламасам тыныш ұйықтай алмаймын. Жоқ дегенде өз қойымды өзім қорадан ұрлап шығып, тауға апарып сойып әкелетінімді қайтерсіз? Енді осымен бітті. Сіз үнсіздігіңізбен, шыдамдылығыңызбен жеңдіңіз мені. Ол ұзақ сөйледі. Темекісін тартты. Әкеммен бірге шай ішті. Шөп шабысты. Құда, деді кетерінде қойнына қол салып. Көк тайыншаның бұдауын 10 сиыр берсем де қайтара алмаспын. Бала-шаға көп, бір үйде өзім ғана бас көтеретін, қайтара алмас та едім. Мынаны шөп шапқандай керсіз, жеңсіз, алдашық, жеңіл көйлек. 5 сом 30 тиынның шыт көйлегін әкемнің алдына тастай берді. Рахмет құда, бұл да болса жөн білгенің. Ол атына мініп ұзап кетті де қайта оралды. Байқамай қонышыма тыға салыппын. Кешіріңіз, әдет қой, деп терзе етігінің қонышынан әкемнің қамшысын суырып алды. Атын оқыс деп мініп желе жөнелді. Қайтқан малға береке, деді құдасының соңынан көз жазбай қарап қамшысын ұстап тұрған әкем. Ұрлап кетсе қайтер едім.